Қазақстан Республикасының ата заңы 1995 жылы 30 тамыз күні жалпы халықтық референдум негізінде қабылданды. Және 5 қыркүйек күні өз күшіне енді. Ол 9 тараудан 99 баптан тұрады. 6 рет өзгеріс енгізілген. Ең ауқымды өзгерістер 2022 жылы жалпы халықтық референдум негізінде қабылданды. Конституция мемлекеттілік пен демократияның басты тұмары. Әрбір Қазақстанның құқықтары мен бостандықтарының кепілі. Ата заңның 1 бабында Қазақстан Республикасы өз демократиялық, зайырлы, құқықты және әлеуметтілік мемлекеттік ретінде орнықтыратын, бұның ең қымбат қазынасы адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары екені айтылған. Жаса жайна жерім, егеменді елім, сүйікті отаным менің, Қазақстаным, Қазақстаным.